Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өзбек халқының машхурда атты сорпасының рецептісін көрсететін боламын. Бұл сорпаның дәмі өте керемет, өзгеше, басқа сорпаларға мүлдем ұқсамайды. Күріш пен маштың дәмі сіздің сорпаңызға ерекше дәм береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге кішкене ғана сұйық май қажет. Осы сұйық майымызды ыдысымызға құйып, пиязымызды тураймыз. Пиязды кез келген көлемде өзіңізге қалай ыңғайлы солай етіп турай берсеңіздер болады. Бірінші пиязымызды қуырып аламыз қызартып, одан кейін туралған етімізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, екеуін етіміздің суы шыққанша етімізді қуыратын боламыз. Етіміз қуырылып жатқан кезде бір штук сәбізімізді 4 бұрышты етіп тураймыз. Құрметті достар, егер менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Және менің Instagram парақшама да тіркеліп кетіңіздер. Ол жақта дайын қысқа монтаждалған видео рецепттерді көре аласыздар. Туралған сәбізімізді етімізбен бірге араластырамыз. Оның үстіне бір ас қасық томат пастасын саламыз. Егер үйлеріңізде қызанақ болса, қызанақ қоссаңыздар болады. Одан кейін болгар бұрышын қосамыз. Менде қатырылған түрі. Барлығын жақсылап бір араластырамыз. Енді осыны қызарып қуыратын боламыз. Одан кейін үстіне 1,5 литр салқын су құямыз. Қазандағы суымыз қайнаймын дегенше машымызды жуып аламыз. Және жуып болған машымызды үстіне салқын су құйып, осылай суға салып қоямыз. Қазанымыз қайнады. Енді осы қайнаған қазанымызға тұз саламыз. Мен 1,5 қасық салдым тұзды. Одан кейін үстіне машымызды саламыз. Машымызды салып болғаннан кейін үстіне картошкамызды саламыз. Және 2 лавр жапырағын қосып, барлығын жақсылап бір араластырамыз да қақпағын жауып қоямыз. Және 30 минут пісіреміз. Машымыз бізде жарылуы керек. Сол аралықта күрішімізді жуып қоямыз. 3 ас қасық күріш саламыз. Одан көп салмаңыздар. Толтырмай 3 ас қасық күрішімізді салып, оны жуып, осы біздің қайнаған маш көжемізге 30 минут өткеннен кейін ғана күрішімізді қазанымызға саламыз. Қыздар, YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаймыз, және де Instagram парақшамада өтіп, сол жақтағы рецепттерді өзіңізге сақтап алыңыздар. Күрішті салғаннан кейін 15 минут пісіреміз. 15 минуттың ішінде біздің күрішіміз пісіп шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Үстіне ас көктерді салып, қаймақ салып жесеңіздер, сорпаңыздың дәмі ерекше болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.